Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай жаңғақтарды жасап, орешки с вареной сгущенкой жасайтын боламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға қант, оның үстіне бір шымшым тұз салып, үстіне 2 жұмыртқаны жарамыз. Енді барлығын араластырамыз. Бұл жұмыртқалы массамызды көпіртіп араластырудың қажеті жоқ. Бөлек ыдысқа ұнымызды еліктен өткіземіз. Ұнның үстіне майымызды салып, оны видеода көрсетілгендей біріктіреміз. Нәтижесінде бізде осындай ұнтақ шығуы керек. Енді ас содасына сірке суын құйып, оны қамырымызға саламыз. Жұмыртқалы массамызды кішкене араластырып, оны қамырымызға құямыз. Және осы массамызды қасықпен немесе лопаткамен араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай қамыр дайын болады. Қызып тұрған орешницаға қамырымызды бөліктерге бөліп саламыз. Әр бөлігіміздің массасы 6 грамм шамасында болуы керек. Қамырымызды салып болғаннан кейін біз орешницаны қысып тұрып жауып, оны 2 жағынан 1,5 минуттай отқа қойып, содан кейін келесі жағына аударамыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет дәмді печеньелер шығады. Оларды осы күйінде жей берулеріңізге де болады. Егерде сіздер жаңғақ печеньесін істегілеріңіз келсе, әр бөлігіне осылай вареный сгущенканы салып, оларды біріктіреміз. Және бізде осындай тамаша жаңғақ печеньесі дайын болады. Біздің каналымызда бұдан да бөлек печенье, бисквит, пицца секілді тағамдардың рецептілері бар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.